Сәлем, марафонның алғашқы сабағына қош келдің. Жалпы марафон не туралы, бұл жерден сіз не аласыз? Ең алдымен осы марафонды сабағын бастамас бұрын мына сұраққа жауап берейік. ұбт-ға қалай нәтижелі дұрыс дайындаламыз? ұбт-ға дайындалар алдында ең 90% сенің нәтижелі жұмыс жасауыңа әсер ететін дүние ол жүйелілік. Мысалға, үйде шкаф бар, шкафта киімдерімізді саламыз. Сіз киімдеріңізді әйтеуір осылай сала салатын болсаңыз, әйтеуір бар, сала салатын болсаңыз, сіз оның мысалға көк футболкаңызды, ақ футболкаңызды табу үшін сіз қайтадан барлығын ақтару керек боласыз, ішінен табу керек боласыз. Сол сияқты ұбт-да пробный тапсырған кезде біз көп нәрсені оқыдық, бірақ моментінде келгенде мына сұрақты мен білетін сияқтымын. Сложно, непонятно. Бірақ қайдан оқыдым? Қашан ед? Қалай ед? Деген нәрселер бола ма? Міне, бұл жүйесіздік. Яғни ақпараттар оның көп болғаны маңызды емес. Тіпті көп болу, ақпараттың көп болуы ол зиян. Сіз курстардың ойбай 1 жылдық немесе деп ұзақтығына қатты қызығатын шығарсыз. Осындай көп ақпарат беремін дегенне. Бірақ оның зиянды жақтары болуы мүмкін. Оны жақсы түсініп отырсыз. Яғни ақпараттың жалпы 20% қаймақ ақпарат, 80% су ақпарат. Осы су ақпараттар көп берілетін курстарда жетеді. Жалпы сол жердегі тек қана 20% қаймағын сен алып үйренетін, жүйелі түрде білетін болсаңыз, онда қалған су ақпараттың бары сізге мүлдем қажет емес. Яғни сіз маңызын білдіңіз, ана жердегі дұрыс фишка жауаптың дұрысына жете аласыз, бастысы осы. Яғни сіз егер жаңағы шкафтың ішін ақты аққа, көкті көкке қойып, яғни футболкаларды бір бөлек, шалбарларды бір бөлек, юбкаларды бір бөлек ритммен қоятын болсаңыз, сіз кез келген киімді оп-оңай табасыз. Сол сияқты сабақты жүйелі оқудың маңызы осы. Екіншіден, тестке нәтижелі жету үшін, ұбт-да нәтижелі алу үшін ол көптеген пробный бар. Әрбір курста міндетті түрде әрбір тақырыптан кейін пробный тесттері болу керек. Яғни мына ерітінділер деген тақырыпты өттің, ол туралы пробныйда қандай сұрақтар келеді. Барлық сұрақтарына жауап берсең, сізде келесіде ерітінділер деген тақырып кез келген сұраққа келсе де, сіз жауап бересіз. Ал енді жалпы басты назар аудару керек нәрсеміз ол іс-әрекет. Іс-әрекет пайызы қаншалықты болу керек. Яғни бізде іс-әрекетті көп, мысалға, курстарды салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 80% мұғалімнің ақпараты, 20% оқушының жұмысы да. Яғни ақпаратты көп береді, жұмыс аз. Керісінше болу керек. 20% ол мұғалім ғана ақпаратты қаймағын сізге беру керек, ал қалған ақпаратты ізденіп, жаңа тестке жауап беріп, көп іс-әрекет оқушыдан болу керек. Енді оны дұрыс түсінбей қалмаңыз. Мен қазір сізге бокс, мысалға, тренері сияқты түсіндірейін. Мысалға, бокс тренерін алатын болсаңыз, қарсыласын жеңу керек нәрсенің тек қана тактикасын үйретеді. Ал іс-әрекет кім жасайды? Әрине дұрыс, боксердің өзі жасайды. Тек қана видеоны көріп, ол жарысқа шықса, ол жеңіске жетеді ма? Жоқ, әрине, ол жеңіске жетпейді. Сондықтан не себепті? Себебі ол өзі практикалат еткен жоқ, өзі 100% әрекет еткен жоқ. 100% іс-әрекет, мысалға, ол міндетті түрде жетістікке жеткізеді. Себебі ұбт кезінде 100% іс-әрекетті қаласаңыз да, қаламасаңыз да сіз жасайсыз. Себебі ол жерде саған ешкім көмектеспейді, қасында ешқандай мұғалім отырмайды, подсказка ешкім бермейді. Сондықтан 100% әрекет сіздің тарапыңыздан болады. Яғни ол үшін сіз 80% әрекет жасап, 20% лекция тыңдасаңыз, онда міндетті түрде сіз жетесіз. Осы
біздің курста 1 айда 2 айдың ішінде результаттар шығып жатыр, оны көп айтпай қояйын. Не үшін екенін айтайын. Не үшін? Себебі әрекет оқушыдан талап етіледі. Просто осы. Әрекет оқушыдан талап етіледі және жүйе бар. Жүйе ретімен пробныймен, тестпен көбірек шұғылданған сайын сен соғұрлым сенде дағды қалыптасады. Білу және дағды деген нәрсе бар, Білу тек қана бір информацияларды біліп қана қоятын болсаң, ол белгілі бір уақыттан кейін естен шығып кету пайызы көбірек. Ал егер сен бір білген дүниеңді өзің практикада қолданып, деп жауап беріп, яғни есебін шығарып көріп қолданатын болсаң, яғни сен бір сұраққа уже не қалыптасты? Дағды қалыптасты. Енді осы дағды қалыптасқан жағдайда сізде ешқашан ол нәрсені ұмыту деген процесс болмайды. Тыңдау арқылы сіз 5% есте сақтап қаласыз. Жазу арқылы сіз 50% уже есте сақтайсыз. Сондықтан кез келген ақпаратты айтқан кезде міндетті түрде тыңдаңыз, одан кейін жазыңыз, одан кейін оны дағдыландырыңыз. Пробныйларда қолданыңыз. Енді ұбт-да дұрыс нәтижелі жетістікке жету үшін кедергі болатын дүние ол не? Қорқыныш. Осыған байланысты адамдардың 3 типі бар. Мысалға, біріншілері ол сенімсіздік. Өзі жасай алса да сенімсіз. Дұрыс па бұл, дұрыс емес па, тағы осындай болып қалмай ма, алдыңғы жолы қате кетіп еді, осы жолда қате кетіп қалмай ма деген сияқты өздеріне сенімсіз. Бұның бір ғана жолы бар. Өзіңнің 50 жақсы жағын жазу керек. Дәл осындай сені өзіне сенімсіз адамдар 50 жақсы жағын жазыңыз. Яғни тағы да кемі 10 адамнан өзі туралы жақсы жағын сұраңыз. Менің қандай жақсы жағым бар деп, достарынан болсын. Бұл жақсы әсер етеді. Практикадан өткен, сондықтан қолданып көріңіз. Енді бұл бірінші типтегі адамдар, ал екінші типтегі адамдар ол жаңағы қалай айтыңыз, идеалға ұмтылғыш адамдар, Ол бір тақырыптан келесі тақырыпқа ешқашан ана тақырыпты 100% болмайынша екінші тақырыпқа өтпейді. Прямо идеал үйреніп алу керек. Прямо 100 есеп шығарса да ол өзіне недовольны болуы мүмкін. Өйткені 100 есеп сол тақырыпқа шығарып тастағанның өзінде что-то әлі бірдеңе жетпей тұр деп ойлау мүмкін. Яғни кез келген нәрсені идеал жасаймын деп уақытын созып алуы мүмкін. Міне, бұлар көп жағдайда барлық нәрсені біліп тұрса да, жасап тұрса да идеалды болуға тырысады. Бұның да өз қателіктері бар. Қатты идеалға тырысудың қажеті жоқ. Бастысы маңызды нәрселерін біліп, ақпараттың көп нәрсесін алып үйренсеңіз, әрі қарай 40-қа мысалға барлығын егеріп алғаннан кейін қалып, мысалға сіз бүкіл тақырыптарды егерген кезде сіз 33 немесе 35 балл жинауыңыз мүмкін. Әрі қарай енді 33-тен 7 балл, 5 балл не тақырыптардан жетпей жатыр? Қандай тақырыптарда саған әлі дайындық керек деген сұрақты сол кезде барып қойса болады. Бірақ оған дейін барлығын идеал қылып уақытты создырып алуға болмайды. Ал енді үшінші типтегі адамдар ол өзгенің ойынан қорқатын адамдар. Жалпы жұрт не дейді, мен мынаны таңдасам, маған бірдеме айтпай ма, менің қолымнан келе ма, оққан сияқты жұртқа показуха жасаудың қажеті жоқ. Егер жұрт сен туралы жақсы айтатын болса, онда жақсы. Ал сен туралы жаман айтатын болса, онда одан да жақсы. Яғни сенің жоғары болғандықтан сені көре алмайтындар, сен туралы аяқтан шалғысы келетіндер өте көп деген сөз, онда тұрған ештеңе жоқ. Яғни сені көре алмайтындар көбейген сайын, ол сенің өскеніңді білдіреді. Яғни бұл үш қорқыныштың типін айтқан болатынмын. Осы
бойынша сіз өзіңіздің қайсына жатасыз, қайсы нәрселер сізде бар, соны шамалы ойланып көріңіз. Енді дәл қазір барлық 8-ші сыныпты бір қайталап шығатындай теория айтатын боламын. Бірінші теорияны алдымен тыңдап, содан кейін лекция жазып көріңіз де сұрақ қойыңыз өзіңізге. Мен бұл сабақтан не түсіндім? Нені үйрендім? Не жаңалық болды? Осы сұрақтарға жауап берсеңіз, әрбір сабақтан кейін тура осындай сұрақ қойып отыратын болсаңыз өзіңізге, ол сабақ мүлдем есіңізден кетпейді, және әр сабақтың маңызын, қаймағын алып үйренесіз. Жақсы, ендеше сабаққа. Жалпы реакциялардан бұрын мен 8-ші сыныпты бір қайталап жіберейін. Жалпы 8-ші сыныпта біз жаңағы кеше 7-ші сыныпта нені өттік? Химия заттардан тұрады дедік, я? Заттардан тұрады дедік. Заттардың жаңағыдай қоспа таза заттар болатын білдік. Одан әрі қарай ол жай және күрделі болатын білдік. Осы заттар зерттейтін екі сала бар ғой. Қандай? Дұрыс айтасың. Биорганикалық және органикалық. Қысқартып жазайын барынша. Осы биорганикалық қосылыстары қалай бөлінетін еді? Кеше айттым, жай және күрделі. Кеше 7-ші сыныпты оқысаңыз, онда бүгін 8-ші сыныптың почти 80%-ін игереміз. Себебі осы жай заттарымыз металдар, бейметалдар және екі дайлы болып келеді. Күрделі заттарымыз бұл оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар. Жай заттар металл, бейметалл екі дайлы екенін ажырататын металдар мен бейметалдар деген менің арнайы тақырыбым бар. Сол жерде тереңірек түсінетін боласыздар. Әрі қарай күрделі заттар, жақсы, оксидтер дегеніміз екі элементтен тұрады, біреуі оттек болып келеді. Элемент біреуі оттек. Оксидтердің өзі екіге бөлінеді, то есть үшке де бөлуге болады. Қышқылдық оксид, негіздік оксид және екі дайлы. Қышқылдар сутекке байланысты және оттекке байланысты бөлінеді. Сутекке және оттекке байланысты бөлінеді. Оттек. Тымды өзім танымай қалдым ғой. Оттек. Сутекке байланысты бір негізді, екі негізді, үш негізді. Мысалға, H-хлор, H2SO4, H3PO4. Байқап тұрғандай, қайсы бір негізді? H-хлор, қайсы екі негізді? H2SO4, қайсы үш негізді? H3PO4. Яғни, несіне байланысты? Сутек нысанына байланысты. Екінші, оттек. Оттекке байланысты қалай бөлінеді? Ат айтып тұр, оттекті, оттексіз. Жалпы қышқыл дегеніміз не? Дұрыс айтасың. Ергіштік кестені қарап отырсаңыздар болады, төбесінде сутек және қышқыл қалдықтары. Міндетті түрде оның құрамында сутек болады. Одан кейін қышқыл қалдығы. Қышқыл қалдығына бір мысал келтіре салайын, H-хлор деген сияқты. Қышқылдар дегеніміз сутек және қышқыл қалдығы. Мынау элемент және оттек дедік. Ал енді негіздер. Негіздер ол металл, міндетті түрде біреусі. Екіншісі OH. Бұнда міндетті не? Дұрыс айтасыз. OH, я? OH. Бұл жерде міндетті OH, қышқылдарда міндетті H. Негіздер қалай бөлінеді? Суда еритін, ерімейтін, аз еритін деп айтуға болады. Аз еритін.
Одан кейін тұздар. Тұздар орта тұз, қышқылдық тұз, негіздік тұз. Одан кейін қос тұз, және комплексті тұз. Жалпы комплексті тұзды бұл студент болған кезде үйренесіздер. Көп жағдайда осы комплексті тұздарға байланысты студент кезде лигант, ішкі сфера, сыртқы сфера деген сияқты көп әңгімелер айтылады. Ал біз оған дейін орта, қышқылдық, негіздік және қос тұз туралы білу керекпіз. Негіздерді білдік, металл мен гидроксидтен тұратынын. Ал тұздар дегеніміз, мына қышқылдарда не міндетті? Сутек. Негіздерде не міндетті? OH. Осы екеуін алып тастасаңыз, екі міндетін алып тастасаңыз, тұз пайда болады. Яғни, біреуісінен металл қалады, екіншісінен қышқыл қалдығы. Мысалы, металл. Қышқыл қалдығын хлор деп жаза салып жатырмын. Хлордан тек қана қатып қалған хлор емес, одан басқа да қышқыл қалдықтары көп. Хлор, бром, иод, H2SO4, H2S, SO3, CO3, хромо 4 деген сияқты қышқыл қалдықтары көп. Оның барлығын ергіштік кесте арқылы білуіңізге болады. Жалпы бұл примерно 8-ші сынып міне. Әр қайсысына детальны оксидтер, қышқылдар, негіздер, тұздар әрі қарай бөлдік. Осылардың ішіне кіріп, осылар немен әрекеттеседі, әрекеттеспейді деген темамен айтылатын болады. Осы жерде бір фишка айта салайын. Заттар әрекеттесулерге байланысты көп оқушылар былай айтқанда қателіктер жіберіп жатады. Қандай? Мысалға, мынаумен әрекеттеседі, әрекеттеспейді деген осы қышқыл, тұз, негіз, оксидтерге байланысты айтып жіберейін. Металл, бейметалл, екі топқа бөлейік. Металлдың несі бар? Металлдың оксиді бар. Ал бейметаллдың несі бар? Бейметаллдың да оксиді бар. Металлдың үлкен әпшесі? Металлдың гидроксиді бар. Одан кейін бейметаллдың несі бар? Қышқылы бар. Одан кейін екеуінің де тұзы бар. Жалпы тұзы туралы тұзынан бөлек, мынау металлдың командасы, мынау бейметаллдың командасы деп қарастырайық. Бірақ мынадай правила бар. Металлдар металлдың туысқандарымен әрекеттеспейді. Бейметаллдар бейметаллдың туысқандарымен әрекеттеспейді. Яғни кімдермен әрекеттеседі? Дұрыс айтасың, олар бір-бірлерімен әрекеттеседі. Металл осы бейметаллмен, бейметалл оксидімен, қышқылмен әрекеттеседі. Металл оксиді тура солай, металл гидроксиді де тура солай. Бірақ металлдың туысқандарымен, яғни оны өзінің командасымен әрекеттеспейді. Өз командасымен ойнамайды, қарама-қарсы командамен ойнайды деген сияқты. Есте сақтау үшін ғана айтып жатырмын. Жалпы осылай болады. Темір немен әрекеттеседі дегенде негіз тұрады, тағы хром тұрады, натрий OH тұрады. Осылай тұрады мысалға. H-хлор, хлор 2 деген сияқты. Қайсысымен әрекеттеседі? Дұрыс айтасың. Бұл темір деген кім? Металл. Сондықтан ол бейметаллдармен әрекеттеседі. Хлормен және H-хлормен деген сияқты. Ал қалған металлдың туысқандарын біз несеп сразу алып тастаймыз. Бұл енді әрекеттесуге байланысты фишка десе болады. Енді нақты бір неге көшейік, бүгінгі тақырыпқа. Яғни бүгінгі тақырып химиялық реакциялардың 8 типі. Бұл да пайдалы болсын деп қосымша беріп жатырмын. Сондықтан 8 типіне оралайық. Айтпақшы, бүгінгі видеода да сізге екінші цифрамыз бар ғой, ұмытып кетпеңіз. Жасырылған екінші цифра, өйткені ол ертең тікелей эфирде қажет болады. Жалпы химиялық реакциялар. Химиялық реакция. Осы біз білеміз
несіне байланысты екенін химиялық реакциялар құрамына қарай біз білеміз. Құрамына қарай нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасың, 4 типі бар. Бірінші қандай? Қосылу, орын басу, айырылу, алмасу. Бірақ тағы да басқа химиялық реакцияның басқа да түрлері бар. Ол қандай? Ион алмасу реакциясына байланысты. Бұл құрамына байланысты ма? Ион алмасу реакциясына байланысты. Одан кейін тотығу дәрежесіне байланысты. Дәрежесіне. Одан кейін тұзбен судың әрекеттесуіне байланысты. Тұз плюс су дей салайын. Әрекеттесуіне байланысты. Одан кейін бағытына байланысты. Бағытына байланысты. Одан кейін өршіткі қатысына. Өршіткі дегені катализатор, өршіткі қатысына байланысты. Одан кейін жылу эффектісіне байланысты. Жылу эффектісіне байланысты. Одан кейін агрегаттық күйіне байланысты. Агрегаттық күйіне байланысты. Вау, осындай түрлері бар ма deyip жатырған шығармыз, дұрыс айтасың, ион алмасу реакциясына байланысты. Бұл ион алмасу реакциялары, яғни оның тұнба, или газ, или су бөлуіне байланысты. Яғни бұл жерде иондар алмаса жүреді, бірақ ионға дырамай қалатын тұстар болады, олар тұнба, газ және су. Ион алмасу реакциясына байланысты, ион алмасу реакциясы. Одан кейін тотығу дәрежесіне байланысты, бұлны не дейді? Дұрыс айтасың, тотықсыздану реакциясы. Одан кейін тұз бен судың әрекеттесуіне байланысты, тұздарының сумен әрекеттесуіне байланысты, бұларды гидролиз дейді. Гидролиз, орта тұз, қышқылдық тұз, негіздік тұз. Осы қышқылдық тұздар сумен әрекеттесіп, негіздік тұздар сумен әрекеттесіп. Бірақ гидролиз реакциясында қандай орта гидролизге ұшырамайды деген сұрақтар кездеседі ОБТ-да. Дұрыс айтасыңдар, олар бейтарап орта. Бейтарап орта. Бейтарап орта ол гидролизге ұшырамайды, қышқылдық немесе негіздік тұз болу керек, гидролиз болу үшін. Одан кейін бағытына қарай, өз айтып тұр, қайтымды, қайтымсыз. Қайтымды, қайтымсыз. Мысалға, көп жағдайда қайтымды реакциялар олар газдар. Мысалға, СО қосылған О2 тең СО2 деген реакцияны теңестіріп боласың. Немесе СО2 қосылған О2 тең СО3 деген. Бұлар міне бар жатады және қайтады. Мына екі газ әрекеттесіп СО3 газы шығады және СО3 газы қайттан айырылып, мына екеуі шығады. Яғни барған реакция қайтадан қайталатын реакция қайтымды. Қайтымсыз ол мысалға агрегаттық күйлер әртүрлі болған жағдайда кездеседі, көп жағдайда. Күкірт қосылған О2 тең СО2. Мысалға, көміртек қосылған О2 тең СО2 деп. Көміртек деген, сол көмірді жағып жіберіп түтінге айналдырасың, түтінді қайттан жинап алып көмір жасай аласың ба? Жоқ. Сондықтан ол қайтпайды. Қайтпайтын реакция олар қайтымсыз болады. Одан кейін өршіткі қатысына қарай, дұрыс айтасың, катализатор. Катализдік және катализдік емес болып бөлінеді.
катализдік. Екінші катализдік емес. Катализатор қатысында кейде реакциялар өзімен өзі реакцияға түсіп кете бермейді. Ал кейбір реакциялар өзімен өзі реакцияға түсіп кете береді. Өзімен өзі реакцияға түспейтін реакцияларды міндетті түрде реакцияға қатыспайтын өршіткілер қолдану керек. Мысалға, мен көбінесе өз оқушыларыма айтам, катализатор болып не істеп тұрсың деп. Яғни екі адам бір-біріне ұрыстырып, одан сайын ашуына тиіп, бірақ өзі екеуінің қырылып атқанына әсер етпейді. Тек ауызша әсер етіп тұрады ғой. Давай, соны қалып қойдың ба, сені бүй деп айтты. Яғни ортада ол катализатор болып тұрған. Жалпы реакцияға өзі қатыспайды, бірақ реакцияны тездетеді. Реакцияның болуын әрі қарай жаңағыдай өршуін қамтамасыз ететін затты айтады, өршіткі деп. Оны білетін шығармыз. Жылу эффектісіне байланысты. Жылу эффектісіне байланысты бұлар плюс Q, экзотермиялық, экзодин. Одан кейін минус Q, эндотермиялық, эндо. Яғни эндотермиялық минус Q жылуды өзіне сіңіреді, жылуды бөледі. Жаңа көмірді жақтық қой. Көмірді жаққан кезде жылу бөлінеді ғой. Значит, бұл экзотермиялық реакция. Ал мысалға холодильниктегі болып жатырған процесс ол эндотермиялық реакция. Онда түсінікті деп ойлаймын. Әрі қарай олар агрегаттық күйіне байланысты гомогенді және гетерогенді болып бөлінеді. Гомогенді және гетерогенді. Гомогенді агрегаттық күйлері бірдей, гетерогенді агрегаттық күйлері әртүрлі. Мысалға, газ. Манағыдай SO2 тең болады, қосылған O2 тең SO3 деген реакция. Гетерогенді, мысалы, күкірт қосылған O2 тең болады SO2. Бұл жерде күкірт қатты зат. Қай заттың қатты, сұйық, газ екенін білу үшін ол туралы да менің сабақтарым бар. Металдар, бейметалдар тақырыбында кездеседі. Әрі қарай ол жерде ашып түсіндіріледі. Жалпы мына сабақтардың әрқайсысын жеке мен сабақтар қылып түсіріп тастағанмын. Сондықтан курс барысында егер курсқа қатысатын болсаңыз, бұның барлығына арнайы тоқталатын боласыз. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Жалпы химиялық реакцияның 8 типі айтылып тұр. Құрамына байланысты, өршіткі қатысына, бағытына, тұз бен судың әрекеттесуіне, тотығу дәрежесіне және ион алмасу реакциясына, агрегаттық күйіне және жылу эффектісіне байланысты әртүрлі реакцияларды байқадық. Және әртүрлі реакцияларды нақты қандай екенін білдік. Сонымен бүгінгі сабақ сізге ұнаса міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыз, және келесі күнгі эфирден міндетті түрде қатысыңыз. Себебі ол күні сізге сыйлықтар көп болады.